Армысыздар, YouTube арнасының көрермендері. Бүгін әңгімеміз пазл әдісі туралы болады. Пазл жасау емес, жасалған пазлмен жұмыс істеу, яғни пазлды сабақта қолдану. Біз қазір деңгейлі бағдарлама курсы кезіндегі мұғалімдердің сабақта осы пазлды қолдану сәтінен видео көреміз, көре отырып үйренеміз. Өздеріңіз көріп отырғандай, пазлдар 5 түрлі. 25 адамнан тұратын топқа лайықталып жасалған, сабақтың басында бәрін араластырып тастаймыз. Әр студент не оқушы бір-бірден алады. Әзір пазл суретіне назар аудармаймыз, сыртындағы түсіне қараймыз. Кімге қандай түс келді, қарайды да бір түстер жиналып бір топқа отырады. 5 топ отыратындай орны лайықталған болса, әр топқа бір түспен белгі қойып қоюға да болады. Бірден барып сол түс белгіленген жерге отыра беретіндей. Пазлдардың 4 бөлігі құрастыру үшін бір бөлігі құрастырылмайды. Онда сіз көшбасшысыз деген жазу болады. Ол жазуы бар пазл түскен бала бірден сол шағын топта көшбасшы болады. Енді ішкі бетіне келейік. Мына жерде көрсетілген пазлдарда мұғалімдер оқып жатқан курс мазмұнына сәйкес іс-әрекет, шешім, көзқарас, қара жәшік ішіндегі жұмыс, ми құрылысы мен қызметі, оқу бағдарламасы, Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының белгісі деген жазулар және соларға сәйкес суреттер бар. Бұл екінші бетпе-бет кезеңінде өткізіліп жатқан сабақ болған соң, бұл тақырыптар мұғалімдерге қайталау мақсатында беріліп отыр. Олар пазлдарды құрастырып болғаннан кейін шағын топта дайындалып, сол тақырыптарға сәйкес сөйлейді. Әр топтан бір немесе өз шешімдеріне орай бірнеше адам суреттерге қатысты түйінді ой айтады. Ол сіздерге дәл қазір маңызды емес, себебі сіздер өз пәндеріңізге, өз тақырыптарыңызға сәйкес пазлдар жасатып, соларды құрастыртып, солар бойынша сөйлетесіздер. Бұл әдісті балабақшада да, мектепте де, университетте де, жұмыстағы түрлі шаралар кезінде де қолдануға болады. Бұл пазлдарды бірнеше міндетті атқаратындай етіп қолданамыз. Мысалы, шағын топтарға топтасу, көшбасшы тағайындау, жаңа сабақ немесе жаңа бөлім бастап жатсаңыз, тақырыпты ашу, жаңа сабақты өтіп болғаннан кейін кезеңде қолдансаңыз, сабақты бекіту үшін, егер сабақты немесе бөлімді қорытындылап жатсаңыз, қайталау үшін. Әдеттегі сабақта постер жасататын болсаңыз, бірден осылар сіздің постеріңізге дайын тақырып болады. Егер осы пазл әдісін қолданып жүрсеңіз, немесе енді қолданатын болсаңыз, әрі қарай өздеріңіз түрлендіріп, толықтыра берсеңіздер де болады. Бұл әдіс арқылы тіл дамиды, оқушылардың, студенттердің сыни ойлау дағдысы жетіледі, олар командалық жұмысқа да бейімделеді. Сонымен қатар кез келген пәнде, кез келген мазмұнда, сыныптан тыс шараларда да қолдануға болады. Адамның ақпарат қорын көбейтіп қана қоймайды, ойын дамытуға, қиялын шарықтатуға оң ықпал етеді. Енді қалай осыны түрлендіріп қолдануға болады? Мына жаңа өздеріңіз көрген пазлдарда 5 түспен берілген. Ол сол түстер арқылы қолдануға жеңілдік беріп тұр. Сіздер бір түсті етіп жасасаңыздар сырт жағын, онда оның қолданысы күрделене түседі. Мысалы, география сабағы дейік. 5 мемлекетті алайық: Италия, Монғолия, ақш, Чехия, Австралия дей салайық. Сіз осы 5 мемлекеттің әрқайсысын 5 пазл бөлігі құрайтындай барлығы 25 пазл жасадыңыз дейік. Осы 25 пазлдың бесеуіне жаңағы 5 мемлекеттің атын жазсаңыз, ол жазуы бар пазлдар кімдерге түсті, солар шағын топтарда бірден көшбасшы бола қояды. Пазл арқылы сол көшбасшы мемлекетті құруды ұйымдастырып, сол топ аталған мемлекет бойынша дайындалады. Сабақтың барысында барлығын араластырып жібереміз де стол бетіне қоямыз. Барлық балалар бір-бірден алады. Жазуы бар пазл түскен бала өз мемлекетінің картадағы кескініне сай пазлы бар балаларды өз тобына жинауға атсалысуы тиіс. Басқа балаларда қарап қалмай, пазлдардағы кескінге қарап, соған сай келетін өздерінің мемлекетін іздей бастауы керек. Осы жерде балалардың арасында қарым-қатынас күшейеді. Себебі түс бойынша айрықшаланбағандықтан, бәрінің сыртқы түсі бірдей болғандықтан, бір-бірінің пазлындағы суретін көреді, сәйкес келе ме екен сұрайды. Ақырында енді сол мемлекеттерді құрастырып шығады. Жаңағы дайын болғаннан кейін енді 5 топ анықталады, 5 орында отырады. 5 топқа алдын ала ел аттарын жазып қоюға да болады, қай ел қай жерге барып отыратынын. Сонда бірден барып өз топтарына отырады. Енді олар өз орындарына отырғаннан кейін жаңа құрастырған пазл бойынша әркім өзіне түскен ел бойынша дайындалып, сол бойынша сөйлейді.
соңында жаңа шағын топтағы жұмыстан кейін. Егер ары қарай да осы пазлдармен жұмыс істете берем десеңіз, онда жаңағы пазлдарды алдын ала 2 жарты шар картасы ретінде дайындалған орынға картадағы орналасу ретіне сай қойдыртуға болады мемлекеттерді. 2 жарты шар ретінде егер дайын ондай контур картаңыз, басқа да картаңыз болмаса, 2 партаның бетін қолдана салуға да болады. Тарих пәнінде тарихи оқиғалар суреті ретінде жасалған пазлдарды қолдануға болады. Қазақ әдебиеті пәнінде шығарма кейіпкерлерінен пазлдар жасауға болады. Қазақ тілі пәнінде мәселен сөз таптарына байланысты қызықты пазл жасауға болады. Зат есімге түрлі заттардың суреті бейнеленген бір пазл, сан есімге 2 көз, 5 бармақ, 2 құлақ, 2 аяқ суреті бар пазл, етістікке іс-әрекет бейнеленген пазл, сын есімге түстер бейнеленген пазл деген сияқты. Ойланып, көп нәрсе жасауға болады. Балабақша үшін тіпті қызық. Балабақшадағы тақырыптардың барлығы пазлға сұранып тұр. Тіпті жылдың 4 мезгіліне 4 пазл жасап жіберуге болады. Жануарлар, адамның ішкі сыртқы мүшелері айта берсе толып жатыр. Геометрияның барлық тақырыбы пазл болатын шығар деп ойлаймын. Балаларды ойландыратын өте көп тамаша жұмыстар жүргізуге болады. Енді пазл әдісі бойынша жүргізілген топтық жұмыстың ұйымдастырылуы туралы, осы әдісті тағы қалай қолдануға болатындығы туралы мұғалімдердің пікірлерін тыңдайық. Жалпы мұғалімдердің жасап жатқан жұмысы оп-оңай ғой, немесе мұғалімдер неге мынаны жасап жүр деген пікір тумауы керек. Себебі соңғы жылдары жаңа бағдарламалар бойынша өткізіліп жатқан курстардың ерекшелігі мұғалім болсын, тәрбиеші болсын, университет оқытушысы болсын, кез келген әдісті алдымен өздері қолданып көрулер керек. Кез келген тренингке алдымен өздері қатысушы болып, өз бастарынан өткізіп көру керек. Қазір мұғалімдердің пікірін де тыңдап кетейік. Өзі топынан бастап, жақсы жағын біздер ең алдымен жақсы жағын бірінші болып көтердік осы топтардың ішінде жұмыс. Екіншісі жаңағы кері тартпай енді самал қорғады. Әрдайым біздің топтарда көбінесе кәмшат, немесе мен шығып қорғап жататын, сондықтан осы жол самал сіз көшбасшы болып, сіз қорғаңыз деп самалға бердік. Алайда самал жақсы қорғады, бірақ өзінің жаңағы кішкене қобалжу болды сөздерінде. Маған осы үш топтың ішінде қорғаған жаңағы жазираның тобының қорғаған ұнады. Себебі сұраққа да жауап берді, және бүкіл топ мүшелері қатысты десек болады. Айтылуы 2 топқа, оларға тоқтамай, себебі жаңағы неге ережеге сәйкес келмеді. Данияр мырзаның тобына тоқталатын болсам, жақсы қорғады. Данияр өзінің жаңағы көшбасшылығын көрсете алды. Бірақ мен өзім Даниярдың орнына болатын болсам, керісінше Даниярдың тобына қарасаңыздар, көбінесе біздің сабақта үндемейтін, жаңағы көп сөйлемейтін ханымдар мен мырзалар жиналып тұрған. Әрдайым сол Мұхтар, кім Данияр. Мен керісінше Жанна апай мен Лаураға жаңағы көбірек солар қорғап шыққан кезде сіздерді мүлдем тамаша болды. Жақсы, рахмет. Жалпы жаңа біздің топқа осы мозаиканы құрастыру арқылы топқа бөлінген сәтте өзінің тобында қағаз алғаннан көшбасшы болатынына көзім жетті. Осы көшбасшылықты ала отырып, топқа тапсырманы бірден бөліп тастауға тырыстық. Топпен ақылдаса отырып, бағдарламаның нұсқаулықты ашпай жатып, біз бұл жөнінде бір-бірімізге сұрақ қойдық. Оқу бағдарламасы не үшін жасалады деген секілді. Осы міндетті түрде қажет па? Бұл болмаған жағдайда қандай жағдаймен сабағымызды жоспарлауға болады деген секілді. Топ мүшелерінің барлығы бұл жөнінен өз пікірлерін айтты. Соның салдарынан жаңағы бұны құрастырып, ұстап тұрудың үлгісін жаңағы Қуаныша айтып жатыр. Лаура мен Жанна апайдың идеясы салапанға салып, осылай қойып ұстайық деген секілді. Файлға салып ұстайық деген тобының ішіндегі көшбасшы ретінде өзінің пікірімді айтып кеткім келіп отыр. Қатысқаным. Және бөлген кезде тапсырманы жеке-жеке бөліп алдық та кім не сөйлейтінін айттық. Бұл екі кісінің де үлесі осы бағдарламаның қай жерінен тауып іздеп бізге нұсқаулық беріп отырды. Жақсы, өте жақсы. Рахмет. Бір нәрсе айтып кетейін, бірден ұмытпай тұрғанда. Салдарынан деген нәрсе, жағымсыз нәрсе айтқанда қолдану керек, салдарынан деген сөзді. Сіз жақсы тұсын айтан кетіп тұрсыз, яғни ол жерде салдарынан емес, осының арқасында,
болады. Пәніңізде қалай қолдануға болады дегенге бір кішкентай 3-4 адам ой айтсын, сол сіздерге бір бағыт береді. Сонда өз сыныбыңыз туралы, өз пәніңіз туралы ойланасыз. Осыны сабақта, өз сабағыңызда қалай қолданар едіңіз? Мысалы, мынаны жаңа файлға салған нұсқасын көрсетіп аласыз ба? Данияр. Сол үшін мен өз сабағымда, тарих сабағында белгілі бір тарауды өткізіп болғаннан кейін қайталау сабағында осы әдісті қолданғанды өзіме алып отырмын. Себебі мәселен бір тақырыпты мысал үшін бір тарауда біткенде мен Қазақстанның экологиясын өтем, одан Қазақстанның аралапат проблемаларын өтем. Бір сабағында Қазақстанның осы жаңағы келесі сабаққа өту үшін жаңағы экология проблемалардың жолын шешу, сол 3 тақырыпты алатын болсам, осы 3 тақырыптағы негізгі жоспарды осылай қағаз күйінде беріп, балаларға топқа бөлдіріп, сол жоспар бойынша әрқайсысы жаңағы постермен жұмыс ретінде беруіме болады, және осылай қорғау ретінде беруіме болады. Яғни осындай бір немен сіз 45 минут жұмыс істеуіңізге болады. Топқа бөлуден бастап, қайталау сабағында. Қайталау сабағында алам деп отыр, мысалы тек қана қайталау сабағында ғана емес, басқа сабақтарында қолдануға болады. Жақсы, рахмет, Данияр. Мен айтар болсам енді, алдында айтып кеткендей, тура осы әдіс бойынша 4 топқа анандай қиып жасайын, 4 функцияның графигін жасайын да, соны өзі құрастырады. И соңында сол өзінің алған графигі бойынша толық мағлұмат, ненің графигі, оның қандай функция, оның қасиеті қандай, оның өсу, кему, түгел бір функция зерттеп айтып береді да, топ. Ол өзінің графигі бойынша. Соған жақсы екен. Жақсы, рахмет. Тағы кім? Топқа бөлу арқылы біз жаңа қосымша мәліметтен бұрындағы білгенімізді қайта жаңғыртып, механикалық есте сақтауын жақсарды деп айтылған осы арқылы. Және визуалды түрде көріп, бағанағы байқамай қалды деген суреттегі барлық тетіктерін байқадық деген сенімдемін. Яғни тестта өзімізге де болашақта көмегі зор. Жақсы. Осындай пазлды мен 6 сыныпта түсірілген осы видеомда алып келген, бірақ ол жерде мен мынандай қызықты қылмадым. Енді өзім өкініп отырмын. Ол жерде жаңағы оқушыларға сұрақ қоямын, олар жауап берген кезде пазлдың жаңағы бір бөлігі интерактивный тақта арқылы сөйтіп құрадым. Ал енді маған бүгінгі өзіміздің жұмыс істеген ең бір жақсы жері, тест тапсырған кезде көбінесе мен мидың құрылысынан шатасып жататынмын. Қазір қыздардың арқасында осы жерде отырып жұмысын жасаудың арқасында бәрін біліп алдым. Қазір көзім жұмып айта аламын, қай не етеді. Мен өзіме тестке өте тиімді болып қалды қазіргі. Жақсы, рахмет. Данияр. Топқа бөлініп әдісінде мен әңгіменің 3 түрінің ішінде зерттеушілік әңгімені өз тобымнан байқап отырмын. Жақсы, өте жақсы. Бұл жерде жаңағы мұғалімдерге жаңағы өзіміздің пікірімізбен келісе отырып, ізденіп оқулықтан осындай арқылы жаңағы әңгіменің түрінде жаңағы диалог құра отырып, зерттеушілік әңгіме орын алып отыр. Егер сыныпта біз осыны қолдансақ, оқушыларымыз зерттеген болса, осындай әдістерді, тапсырмаларды топқа бөлу әдісінде сырттай бақылауымызға тиімді үлгі болып отыр. Жақсы. Өте жақсы. Тағы алып қоса аласыз болса. Бұл көрсетілген пазл әдісінің ең қарапайым түрі. Бір суретке 4 пазл қиындысы ғана берілді. Өздеріңіз көргендей, бұл пазлды өрлеуде 3-ші базалық деңгей бойынша курстан өткен Талғат Уәлиев деген мұғалім жасап әкелген болатын. Өзі кезекші болған кезде сіздер тәрбиеленушілердің, білім алушылардың жас ерекшелігіне, тақырып мазмұнына қарай одан да көп бөліктерден тұратын түрлі мазмұндағы пазлдар дайындауларыңызға болады. Бірнеше команда жарысқанда пазлды құрастыруды бір жұмыс түрі ретінде алуға болады. Онда командаларға бірдей уақытта бастатқызып, уақытты қарап отырып жүргізесіз. Кім бірінші, кім екінші, кім үшінші болып құрастырып болғандығы ескеріледі, соған орай балл беріледі. Мұғалімдер арасында сабақ тақырыбымен топтасу әдістерін байланыстыру туралы көп айтылады. Осы әдісті қолдана отырып, аталған пазл әдісін, мұғалімнің топтасу әдісін сабақ тақырыбымен байланыстыра білу дағдысы да жетіледі. Құрметті YouTube арнасының көрермендері, сіздермен бірге болған Ляззат Дүйсенбекова. Материал ұнаса лайк басыңыздар. Түсініксіз тұстары болса, сұрақтарыңызды пікір алаңшасына жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беріледі.
Қалай қолданғандарыңыз туралы жазылса тіпті жақсы. Алда сабақта қолданылатын әдіс тәсілдер туралы, тағы басқа да мәселелерге қатысты видеолар болады. Сондықтан жазылу бастырмасын басып, арнаға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Аптасына 1-2 видео шығарылып тұрады. Амандықта жолығайық.